Фильм бассейннің түбінде жатқан Дэй есімді жігіттің оянуымен басталады. Ол алғаш сезген нәрсе бірдеңе оны тістеп тастаған сияқты. Өйткені денесінде тістің іздері бар. Төменге қараса, үлкен қолтырауын оған жаңа аяқ бөлігін алғысы келіп тұрғанын көреді. Ол қолтырауынан құтылуға тырысып, оны екінші аяғымен тебеді. Қолтырауын оның аяғын қоя береді. Бірақ артынан ермекші болады. Дэй шелекпен ұрып, оған зиян келтіремін деп үміттенеді. Ал оның ақымақ иті оған көмектесудің орнына алыстан үріп тұрады. Кадрлар Дэйдің осындай жағдайға қалай тап болғанын көрсетеді. Бір модель болғысы келетін қыз сол бассейнге фотосессия жасауға келеді. Ал бұл уақытта Дэйдің қызы итімен бірге сол жерге келеді. Ал Дэй басқа жерде өзіне инсулин егуде. Келесі күні таңертең Дэй бассейнде демалып жатып, оның жабылуын күтеді. Оның досы келеді, енді бұл жерде ешкім болмайтынын айтады. Кетерде, досы бассейннің суын шығару үшін тұтқаны төмен түсіріп қояды. Сонымен қатар итті байлап кетеді. Сондықтан ол көмектесе алмаған. Досы судың деңгейі төмендеп жатқандықтан бассейннен шығуын ескертеді. Өйткені одан шығуға баспалдақ жоқ. Бірақ Дэй тым бейқам жігіт болғандықтан досынан кетер алдында пиццаға тапсырыс беруді сұрайды. Досы айтқанын істеп кетіп қалады. Дэй судың азайып жатқанын біле тұра ұйықтап қалады. Біраз уақыттан кейін оның иті қатты үрген соң оянады. Бассейннен шығуға тырысады, бірақ тым кеш. Ол қабырғаға өрмелеуге талпынады, бірақ тырнағы түгелімен сынып кетеді. Және дәл осы сәтте тым салғырт болғанына өкінеді. Ол бұл жерден шыға алмайтынын түсініп, көмек шақыра бастайды. Камера алыстап, оның адам аяғы баспайтын жерде қалып қойғанын көрсетеді. Оның телефоны бассейннің жанында қуаттаулы тұр. Біреу хабарласқанда, телефон дірілдеп, шетке қарай сырғи бастайды. Дэй оны қағып алуға дайындалған кезде, телефон зарядкада ілініп қалады. Ол телефонды алу үшін секіреді, бірақ телефон суға түсіп кетеді. Кейін ол судың деңгейін төмендетпеу үшін киімін су ағатын тесікке тығады. Бірақ бұл да көмектеспейді. Дәл сол кезде пицца жеткізуші келеді. Ол келіп, ешкімді көрмейді. Өйткені Дэй сол уақытта бассейннің түбінде судың кетуін тоқтатуға тырысып жатыр. Жеткізуші пиццаны тапсырыс берген Дэйдің досына хабарласады. Досы Дэй кетіп қалған шығар деп ойлап, кез келген жерге тастай салуын айтады. Дэй біреудің келгенін сезіп, өзін құтқаруға келді деп ойлайды. Ол асығыс бассейннің жанына көтерілмек болады, бірақ белдігі су ағатын тесікке ілініп қалады. Ал жеткізуші кетіп қалады. Дэй біреу оны құтқаратынына сенімді. Осы жағдайдан шығудың ең пайдалы әрекетін жасап, қайтадан ұйықтап қалады. Ақырында, біраз уақыттан кейін Дэйдің қызы Кой келеді. Ол Дэйдің бассейнде ұйықтап жатқанын көреді, су деңгейіне қарамай, бассейнге секірмек болады. Бұл екеуі бір-біріне лайық жұп екені анық. Шудан оянған Дэй Койға секірме деп айғайлайды. Бірақ бұл жағдайды одан сайын қиындата түсу үшін Койдың аяғы тайып кетіп, секіру платформасына басымен соғылып, есінен танып суға құлайды. Дэй бассейндегі арқанның көмегімен қан кетуін тоқтатуға тырысады. Түн түскен сайын су деңгейі қауіпті деңгейге дейін төмендейді. Дэй Койдың жарасын тексеріп, оның қан иығанын көреді. Ол бұдан әрі уайымдай бастайды, өйткені егер олар тез арада шықпаса, жағдай одан сайын нашарлай түспек. Осы уақытта Дэйдің иті қайтадан үрейленіп үре бастайды. Өйткені бассейннің кіреберісінен үлкен қолтырауын жақындап келеді. Бұл қолтырауының қайдан пайда болғанын ешкім білмейді. Бірақ қазір сонымен келісейік. Дэй де оны байқап, итіне тыныш болуын үммен жеткізеді. Қолтырауын итті жеп қоймақ болғанда, оның аяғы тайып кетіп, ол да бассейнге құлап түседі. Енді Дэй мен Койдың қасында судың ішінде алып қолтырауын бар. Дэй үшін бұл күні оңай өтіп жатқан жоқ. Бір жағында жарақаттанған қызы Кой, екінші жағында бос, қауіпті бассейн және қолтырауын. Қалай екені белгісіз, бірақ түн қолтырауын ешкімге тиіспестен өтеді. Таңға қарай бассейндегі су толығымен құрғап кетеді. Қолтырауын бассейннің екінші жағында ашық аузымен ұйықтап жатыр. Дэй Койға қарайды, оның басынан әлі қан ағып тұр. Сол кезде ол қолтырауының аузында желім таспа бар екенін байқайды. Оны алуға тырысады, бұл әрине оңайсыз. Дәл осы сәтте қолтырауын оянып, ырылдай бастайды. Дэй тез арада Койға жүгіріп барып, таспамен арқанның көмегімен оның басын таңып тастайды. Жанында шелек толы су бар. Себебі Дэй бассейннен су толтырып, ішуге дайындап қойған. Міне, ең ақылдысын енді жасады. Осыдан кейін Дэй ақыры бір желдеткіш тесігін байқайды. Ол сол арқылы қашып шығуды жоспарлайды. Дэй желдеткіштің қақпағын ашып, Койға қайта қарап қояды. Бірақ ол туннелге кірмес бұрын, қолтырауын оның алдын орап, ішке кіріп кетеді. Дэй күтуге мәжбүр болады. Тура бұрынғы ғашығыңызды күткендей. Бірақ қолтырауын да бұрынғы сүйіктіңіз сияқты қайтып келмейді. Дэй тәуекелге бел буып, туннелге кіреді. Шығар жолға жеткенде, оның сыртынан жабық екенін көреді. Біреу бұл жігіттің басына қара, бұлт үйірілуін қатты қалаған сияқты. Осы уақытта қолтырауын қайтадан бассейнге түседі. Ол жалғыз қалған ес-түссіз Койға қарай қозғалады. Дэй жетіп келіп, қолтырауынды басқа жаққа лақтырады. Осы сәтте Кой есін жияды.
бірақ әлі де ауыр халде. Көп уақыт өтпей, Дэй итінің пицца жеп жатқанын көреді. Итінің жолы болған ақ, ит оны байқап, Дэйге пиццаның бір бөлігін бассейнге тастайды. Осылайша, Кой мен Дэй 3 күн ішінде алғаш рет тамақ жейді. Бірақ келесі күні таңертең шер суда қалмайды. Дэй әлсіреп, есінен танып, түні бойы ессіз жатады. Нағыз қант диабетіне шалдыққан адам сияқты әрекет етеді. Түнде Дэй оянғанда, Кой оның жанында болады. Осындай адал адам әркімге бұйырсын. Кой оған қолтырауынның аналық екенін айтады. Таңқаларлық емес, сондықтан үнемі мазасызданған шығар. Сол күні қолтырауын жұмыртқа басып шыққанын да айтады. Кейін жаңбыр жауып, олар қайтадан су іше алады. Таңертең Дэй ұйықтап жатқанда, қолтырауын оған шабуыл жасамақ болады. Бірақ шабуыл жасамай тұрып, ағып кету тесігіне құлап түседі. Демек, бұл қолтырауын да олар сияқты ақымақ екен. Дэй оянып, дереу желдеткішті жауып, үстіне диван қояды. Кейінірек, Дэй мен Кой шөп пен Дэйдің көзілдірігінің көмегімен от жағады. Олар тамақ ретінде қолтырауынның жұмыртқаларын пісіріп жейді. Түнде диванды бассейннің шетіне сүйреп апарып, соның үстіне шығып, бассейннен шығуға тырысады. Бірақ бұл да нәтиже бермейді. Дэй мен Кой жеңілгенін мойындап, енді аман қаламыз ба, жоқ па, белгісіз деп ойлайды. Осы уақытта диван алынып тасталғаннан кейін қолтырауын желдеткіштен шығады. Ол жұмыртқаларының жарылып қалғанын көріп, ашуға мініп, Дэйге қарай ұмтылады. Бірақ Дэй мен Кой тез туннельге кіріп, жасырынуға үлгереді. Енді Дэйге инсулин ауадай қажет, өйткені олар бұл бассейнде 5 күн болды. Барлық үміті үзілген кезде, ол досының кездейсоқ инсулин инъекциясын су төгетін тесікке тастап жібергенін байқайды. Дэй инсулинін егіп, ақыры жеңіл тыныс алады. Жарайды, нашақор, түсіндік сені. Біраз уақыттан кейін олар аспанда парашютті байқайды. Кейін ол бұл парашют емес, балалар ойыншығы екенін түсінеді. Бірақ бәрібір бар даусымен көмекке шақыра бастайды. Дәл осы уақытта қатты дауыл басталып, бассейннің ішіне болат сым құлайды. Дэй бұған қуанады, бірақ ол тікенекті сым болып шығады. Ол қорықпай, жалаң қолмен сол сымға өрмелеуге бел буады. Дэй тоқтамастан жоғары көтеріледі. Қолдары жарақаттанса да, соңғы күшін жинап, бассейннің жиегіне жетуге сәл қалады. Бірақ дәл сол сәтте сым үзіліп, ол қайтадан бассейннің түбіне құлап түседі. Дәл сенің онымен қарым-қатынасың секілді, бұл да үзілді. Бар үмітін жоғалтқан Дэй тағы есінен танып қалады. Осы кезде фильмнің басында көрсетілген көрініс қайталанады. Кой әлі де туннельдің ішінде. Түнде тағы да жаңбыр басталып, су туннельге аға бастайды. Кой қоңырау соғып Дэйді шақырады. Мұны естіген Дэй туннельге қайта кіреді. Бұл жолы ол туннельдің екінші жағына өтуді ұйғарады. Бірақ бұл оның пайдасына болмайды, өйткені туннельдің арғы жағында басқа бассейн бар екен. Ол бұдан да терең болып шығады. Бұл олардың бассейнде өткен 7-ші күні еді. Ақыры, 2 адам бассейннің жанына келеді. Олар осы жерге парашют ойыншығын алуға келген екен. Олар бассейнге баспалдақ түсіріп, ойыншығын алып кетеді. Дэй олардың дауысын естіп, көмекке шақырады. Бірақ ол алдыңғы бассейнге жеткенше, әлгі адамдар кетіп қалады. Дегенмен, бассейнде баспалдақ қалып қойған. Енді ол шыға алады. Ештеңе бұдан әрі нашарламайды. Солай ма? Дәл осы кезде жаңбыр қайта жауады. Дэй баспалдаққа қарай жылжиды. Бірақ кенеттен қолтырауын оған шабуыл жасайды. Ал туннель жақта Койдың суға батып бара жатқанын көруге болады. Дэй оны құтқаруға кеш қалғандай сезінеді. Қолтырауын оны толығымен жұтуға дайын тұрғанда, Кой тірі екенін білдіреді. Койдың тірі екенін көрген Дэйде үміт оты жанады. Ол қолтырауынмен жанталаса күреседі. Бір сәтте ол диванның сынық бөлігін пайдаланып, қолтырауынға шешуші соққы жасайды. Содан кейін Дэй баспалдаққа қайта барады. Бірақ оны ұстағалы жатқанда, ол жылжып кетеді. Өйткені баспалдақ байланған бөшке қозғалып, оны бірге алып кеткен. Бұл адамға шынымен жолықпаған екен. Соңғы үміті үзілген Дэй енді бәрі бітті деп ойлайды. Осы кезде оның иті көмекке ұмтылады. Бірақ ол байлаулы болғандықтан асылып қалады. Ол өз өмірін иесін құтқару үшін құрбан етті. Бұрын оны ақымақ деп атағанымыз үшін қазір шын өкінеміз. Дэй ашуға мініп, енді қандай жағдай болмасын Койды құтқаруға бекінеді. Ол бар күшін жинап, ақыры бассейннен шығады. Дэй туннельге барып, Койды құтқаруға тырысады. Ол құбырдың көмегімен туннель есігін ашуға тырысады. Бірақ тепе-теңдігін жоғалтып, қайтадан бассейнге құлай жаздайды. Бақытына орай, ол жиегінен ұстап үлгеріп, құлап кетпейді. Туннельге кірген ол ес-түссіз жатқан Койды көреді. Дэй оның өмірден өткеніне сеніп, үмітсіздікке бой алдырады. Алайда, бірнеше мәрте жасанды тыныс бергеннен кейін, Кой ақыры есін жияды. Олар бір-бірін құшақтайды, ал осы жерден фильм аяқталады.